Павлодарлық тарихшылар өңірдегі киелі орындардың жағдайына алаңдаулы. Айтуларынша көбісі күрделі жөндеуді, абаттандыруды қажет етеді. Жергілікті рухани жаңғыру жобалық кеңсесі жанындағы сарапшылар тобы арнайы зерттеу экспедициясын жасақтады. Бүгіннен бастап оның мүшелері өңірдің қиыр-қиырын аралап, қасиетті орындарды жіті тексереді. Әрі этнографиялық мағлұматтар мен тарихи тың деректер жинастырмақшы. Аймақ ғалымдары қазірге дейін 66 киелі орынды тізімге қосыпты. Біріншіден, бұл жергілікті киелі объектілердің тізімін айқындап алу, оны жүйелеу, белгілі бір ретке келтіру болса. Екіншіден, бұл осы объектілерді халықтың арасына кеңінен насихаттау, халықты осы объектілерге баруға ынталандыру. Және үшінші, сол соңғы нәтижесі осы киелі объектілерді шынайы мына сакралды туризмнің орындары ретінде кеңінен дамыту, оларға жағдай жасау, оларды абаттандыру деген